Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының кезекті өнімі теңіз коллагені жайлы болады. Оның құрамын айтамыз, қай кезде қалай қолданамыз, және оған қандай қарсы көрсеткіштер бар. Жалпы коллаген жайлы айтамыз. Коллаген дегеніміз не үшін қолданамыз, не үшін ол бізге керек, неге сонша ол бізді көп сұранысқа ие. Сол жайлы кішкене тоқтай кетейік. NL компаниясының өнімі жайлы, коллаген жайлы мен бұның алдында айтқам. Коллаген білесіздер, өте көп кездесетін белоктың бір түрі, 30% барлық белоктардың 30%-ын құрайды. Коллаген дегеніміз бұл белгілі бір органда болмайды. Бұл өте көптеген барлық органдардың негізі болып табылады. Бұл былайша айтқанда фундамент сияқты. Егерде үймен салыстыратын болсақ, барлық органдардың бір фундаменті болып табылады. Коллаген бұл құрылыс материалы ретінде қолданады. Организмде, шашта, тырнақта, теріде, жүрек қан тамыры жүйесінде барлық органдардың строма деген былайша айтқан қарапайым тілмен айтқанда негізі бұл фундаменті болып табылады. Бірақ коллагеннің бір проблемасы бар. Бұл бізде организмде 25 жастан кейін бұның синтезі кішкене тоқтай бастайды, азаяды. Бұны тек қана біз сырттан қабылдауымызға тура келеді. Оның азайған ең қарапайым жолы қалай білеміз? Бұл әжімдердің бетке түсе бастауы. Бұл ультрафиолеттің әсерінен, біріншіден синтезі тоқтауына байланысты, екіншіден ультрафиолеттің әсері, витаминдердің, минералдардың жетіспеушілігі, кейбір аурулардың түрлері осы коллагеннің жетіспеушілігіне алып келеді. Бұл беттің әжім түсуі, шаштың, тырнақтың сынуы, түсуі, сонымен бірге буындарда болатын әртүрлі қабыну процестерінің күшеюі және ұзақ уақыт бойы ауырып жүру. Сондықтан кейбір жасқа келгенде, мысалы үлкен жасқа келгенде, біз коллагенді тек қана сырттан түсіріп отыруымызға тура келеді. Сондықтан коллаген бізде популярный деп айтсақ болады, осындай бір жақсы өнім. Бұл көптеген компаниялар бұл коллагенді шығарады. Соның ішінде бүгін біз NL компаниясының коллагені жайлы айтайын деп отырып, басында айта кететін жағдай, бұл қай компанияны таңдасаңыздар да, бұл өздеріңіздің еріктеріңіз. Мен тек қана NL компаниясының өнімі сатып ал деп айтпаймын. Мен тек қана бұл жайлы информация берем, таңдау өздеріңізде. Аласыздар, алмайсыздар, ол сіздердің өздеріңіздің тікелей шешімдеріңіз болып табылады. Сонымен NL компаниясының өнімі бұл 100% табиғи өнім деп айтады. Бұның қай жерден аламыз? Бұл коллагеннің көзі болып, бұл теңіз кальмары және теңіз қызыл балдары болып табылады. Соның сығындысы. Осы екі өнім, біреу кальмар, біреу балдыр, осыдан алынатын коллаген 98% бұл биосовместимость деген бар. Біздің өзіміздің коллагенге өте қатты ұқсайды. Бұл организмге не береді? Организмге бұл коллагенді ішкен кезде тез сіңіп кетуіне, организмге тез әсер етуіне мүмкіндік береді. Сондықтан бұл өнімді қабылдауға болады деп айтады. Қай жағдайда біз бұны қолданамыз? Біріншіден профилактика ретінде, өкінішке орай біз көбінесе профилактиканы әрдайым тек қана ауырғанда ғана қолданамыз, тек қана проблема басталғанда. Жалпы қартаю процесі бізде 25-28 жастан ары қарай басталады. Сондықтан коллагенді біз осы уақыттан бастап біз қолдана бастасақ болады. Бұл тек қана әдемілік үшін емес, сонымен бірге буындардың, қан тамырларының жалпы жағдайын жақсартуға, денсаулық үшін қолдануымыз керек. Қай кезде біз қолданамыз? Егерде буындарда және сіңірлерде егерде проблема басталса, егерде бір буын сындырып алсақ, шығарып алсақ, или қақсап ауыратын болса, бір ауруларға байланысты, біз осыны ішуіміз керек. Жалпы қан тамырларының қабырғасын бекіту үшін, бұл қан қысымы жоғары адамдар, сахарный диабетпен ауыратын адамдар, ожирениемен, семіздікпен ауыратын адамдар осыны ішу керек. Онымен қатар мынау жарақат алғаннан кейін, операциядан кейінгі жағдайларда тез регенерация дейді, тез клетканың қалпына келу үшін. Аяқ қол сынған кезде, буындардың ауруында осыны біз қолданамыз. Неге? Өйткені тканьді тез қалпына келтіру үшін. Сонымен бірге косметологиялық косметологиялық процедуралар алған кезде біз осыны қолдансақ болады, соның әсерін күшейту үшін. Шаштың, тырнақтың, терінің, бұл көбінесе әйел кісілерге айтылатын әңгіме, бұл шаш, тырнақ, терінің жағдайын жақсарту үшін бұл коллагенді біз ішсек болады. Сонымен бірге жалпы спортпен айналысатын адамдар, көп энергия жоғалтатын адамдар, ауыр жұмыс істейтін адамдар осы өнімді қолданса болады. Сонымен бірге көп жүретін, автобуста көп тұратын, көп жүретін, сонымен бірге тұрып жұмыс істейтін адамдар осы өнімді қолданса болады.
Сонымен жалпы коллагеннің пайдасы бұл зор. Оны қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ шығар. Коллаген түсінікті да, ол 25 жасқа дейін бізде синтезделеді. 25-тен кейін бұл синтез тоқтайды. Сондықтан біз сырттан қабылдауымыз керек. Неге? Өйткені коллаген біздің барлық жаңағы органдардың негізі, жаңағы фундаменті болып табылады. Коллаген азайған кезде бұл жаңағы каркас сияқты теріні ұстап тұрады, буынды ұстап тұрады. Сол жаңағы азаяды да, одан кейін былайша айтқанда біздің каркас жаңағы тірек құлап қалғаннан кейін бетке әжім түсе бастайды, буындар осылай отыра бастайды. Мына беттегі әжім қандай болса, мына буындағы, енді буында әжім болмайды ғой, бірақ буында жаңағы буынның серпімділігі азаяды. Сондықтан сүйектер бір-біріне тие бастайды. Сондықтан жаңағы қабыну процесі, буындардың ауруы, буындардың қозғалмай қалуы, осындай проблемалар бізде басталады. Сонымен бұл өнім халал болып табылады. Құрамында жаңа айтқан екі негізгі зат бар. Біреуі теңіз балдыры, қызыл теңіз балдырының сығындысы. Екіншісі бұл жаңа кальмардан алынатын коллагеннің түрі. Бір капсуладан күніне мүмкіндік болатын болса, бір рет ішіледі. 30 күнге дейін қолдануға болады. Бірақ қайталаса болады. Айтамын, бұл тек қана бір рет, егер сіздің буыныңыз ауырып тұрса, бір ай ішсеңіз, егер бәрі жақсы болып кететін болса, онда демалсаңыз болады да, біраз уақытқа дейін. Ал егер жаңа шашқа, тырнаққа, теріге байланысты проблемалар болатын болса, бұны кішкене ұзағырақ ішу керек. Өйткені коллаген үнемі сырттан түсіп тұру керек. Сондықтан бұның ұзақтығын өзіңіз жағдайыңызға байланысты таңдап аласыз. Қандай қарсы көрсеткіштер болуы мүмкін? Қарсы көрсеткіш тек қана бір ғана, бұл жеке аллергия болатын болса, жеке басыңызда сондай коллагенге или осы өнімнің құрамындағы заттарға аллергия болатын болса, оны қолдануға болмайды. Сонымен бірге қайта-қайта сұрайтын сұрақ, бұл жүктілік кезінде және емізулі аналарға бұл болмайды. Өйткені көп комментарийлер жазады, мен емізіп жүрмін, 10 айлық болды, емізіп жүрмін, 1 жастан асты. Бұл жерде ешқандай емізіп жүрсеңіз, балаңыз 5 жаста болса да, бұл өнімді қолдануға болмайды. Өйткені барлық баттар биологически активный добавки деп айтады, биологиялық белсенді қоспалар. Осылардың барлығы негізі ешқандай зерттеулер жүргізілмеуіне байланысты, жүкті әйелдерге жүргізбейді, одан кейін емізулі аналарға жүргізбеуіне байланысты біз оларға қалай әсер ететінін біз білмейміз. Сондықтан біз оны қолданбаймыз. Баттарда негізі жүкті әйелдер мен емізулі әйелдерде қолданылмайды, егер де бір лабораториялық зерттеулер болмаса. Enel компаниясының өнімінде ол жоқ, сондықтан бұны біз қолдана алмаймыз. Қолдануға болатын шығар, өзім қолдана берсем бола ма деген көптеген сұрақтар болады. Қолдана берсеңіз болады, но бірақ сіздің денсаулығыңызға ешкім жауап бермейді. Сондықтан мен бірден айта кетейін, комментарийға олай сұрақ жазбай қойыңыздар. Жүктілік кезінде, емізулік кезінде бұл болмайды. Ал қалған жағдайда буындарыңыз ауырса, шаш тырнақтан проблема болатын болса, мүмкіндік болса, профилактика ретінде бұл өнімді қолданыңыздар. Ауырғаннан кейін емес, енді ауырғанда да қолданасыздар ғой, буындарыңыз ауырып қақсап жатса, бүкіл денеңіз коллагенді қолданыңыз. Бірақ мүмкіндік болатын болса, бұл профилактика ретінде алдын ала қолдансаңыздар, өте керемет болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Комментарий жазыңыздар. Егер де менің сіздерге осы ұнамаса, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Үлкен рахмет.